Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, оңай жасалатын құймақтың жасалу жолын көрсетемін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын құймақты сіз де жасап көріңіз. Сыйлы қонақтарыңызға ұялмай ұсына беруге болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар сұйық май, жұмыртқа, тұз, су, ұн, сүт және қант. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналымда басқа да құймақтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте тұзды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнды аздап салып араластырамыз. Сонан соң жылы сүтті аздап құйып, тағы да араластырамыз. Сүт пен ұнды видеода көрсетілгендей кезек-кезек сала отырып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Келесі кезекте қайнаған ыстық суды аз-аздан құйып араластырамыз. Ыстық судың барлығын бірден құйып жібермейміз. Сонан соң сұйық майды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мінекей, бізде осындай сұйық масса шығады. Келесі кезекте құймақ пісіретін табаны жақсылап қыздырып аламыз. Аздап сұйық май құямыз. Сұйық майды тек осы бастапқы кезде ғана пайдаланамыз, ары қарай жақпаймыз. Құймақты пісіретін кезде сұйық массаны араластырып отырып құямыз. Құймақтар бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Құймақтарды жоғары отта пісіремін. Құймақтардың барлығын осы әдіспен пісіріп аламыз. Мінекей достар, өте дәмді, оңай жасалатын құймақтар дайын. Дәмі тіл үйіретін құймақты сіз де жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.